штрихи для дома. Повышенные бонусы за рассрочку 0024. Бала кезімізде міндетті түрде қорққан мультфильмді көрсетейін бе. Ол Тимур мен Жаник. Тимур інісін жесірнақ келеді деп қорқыта берген соң, ақыр түбінде үйлеріне шынымен де жесірнақ келеді. Апалары сияқты киініп. Жесірнақ Жаникті ұрлап кетеді, ал Тимур інісін құтқару үшін орманға аттанады. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Нуар KZ. Бүгінгі ролик ерекше болайын деп тұр. Өйткені қорқынышты мультфильмнің ең қорқынышты кейіпкері жесірнақ жайлы болмақ. Оның не үшін және қайдан пайда болғанын, тоңазытқыш артындағы үңгір білдіреді, және тек қана бұл мультфильм ғана емес, қазақ ертегілері бойынша да жесірнақ туралы қосымша ақпарат жинадым. Жақсылап жайғасыңыздар. Ертегілерде жесірнақ аты айтып тұрғандай, тырнағы өткір әйел адам ретінде бейнеленеді. Ол орманда өмір сүреді және көбіне аңшылармен қақтығысады. Кей ертегіде оның күйеуі бар. Күйеуінің аты Кіскиік. Жесірнақ бұрын елге танымал кейіпкер болса да, мына мультфильм шыққаннан кейін оның есімін тағы да көп балалар жаттап алды. Және әлі күнге дейін ол халықтың есінде. Егер сіз бұл мультфильмді көрмесеңіз, қысқаша баяндап өтейін. Жоғарыда айтқандай, Тимур Жаникті күн сайын қорқыта береді. Бір күні аналары жұмысқа кетіп қалады. Сол сәтте Тимур үйге біреудің қоңырау шалғанын естиді. Есікті ашса, апасы екен. Апасының жанында кесіртке бар. Олар Жаник үшеуі ойнап жатады. Сол кезде Тимур фотоларға қараса, апасының суреттерін көреді. Апасының суреттерде түрі ашық болған соң, Тимур үйде жүрген адамнан: "Апа, неге түріңізді жауып алғансыз?" деп сұрайды. Сол кезде апасы: Үйіне жесірнақ кіріп кеткенін білген Тимурдың басы айнала бастайды. Ал жесірнақ болса Жаникті тоңазытқышқа алып кетеді. Сосын тоңазытқыштың ішіне Тимур кірсе, үлкен баспалдақ бар екен. Төмен түсіп сиырға кезігеді. Сиыр қолындағыларды айналдырып Тимурды орманға жібереді. Ол кішкенеден кейін шұңқырға құлап тура жесірнақтың қолына түседі. Осы кезде біз оның шынайы түрін байқаймыз. Жесірнақ Тимурды Жаник отырған ағашқа қамап, өзі сорпа жасай бастайды. Сосын балалар ағаштың ар жағынан қашып, пиранилардың суына келеді. Сәл уақыттан кейін дәу пирани оларды орманға ұшырып тастайды. Осы сәтте жесірнақ үлкейіп, Тимур мен Жаникті қуалайды. Ал олар сиырдың есігіне келіп қалғанда, сиыр оларды үйлеріне қайтарады. Аналары қараса, балалар көрпенің астында отыр екен. Сол кезде аналары оларға: "Апаларың келе жатыр" дейді. Олар болса қорқып қалады. Бірақ мультфильм соңында Тимур мен Жаник шынымен апаларын кездестіреді. Оған мультфильм соңындағы суреттер куә. Сонымен жесірнақтың әрекеттерін талдап көрейік. Біріншіден, жесірнақ өмір сүретін орман ол бөлек әлем. Ол осы орманнан адамдар әлеміне тамақ іздеп шыққан, яғни балаларды алып кету үшін. Бірақ адамдар әлемінде жесірнақ әлсіз және өз күшіне ене алмайды. Сол себепті адамдарға ұқсап киінеді. Ол ең алғаш жаңбыр жауып найзағай жарқылдағанда пайда болады.